Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Құраққа керек маталар, екі түсті блюр матасы және олардан осындай 2-2-ден квадрат мата керек. Және құрақтың астына шыт матасы керек. Мен флизелин жабыстырып алдым. Енді алдымен оның ортасын белгілеп аламыз. Тігу үшін. Міне белгілеп алдық. Ең алдымен осы квадрат маталарымызды бір-біріне бұлай беттестіре отырып, шетінен тігіп аламыз екеуінде. Міндетті түрде түгіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Мына матамызда қызылы астында тұрды, енді мынада жасыл астында тұрады. Үстіңгі бөлігіне қызылды қоямыз. Енді жаңағы тігіп алған квадраттарымызды мына жерге тігеміз. Ол үшін мына сызықпен мына тігісті бірдей етіп қоямыз. Сосын мына жағына келген кезде 0,5 см өткізіп қоямыз. Дәл сол мына ручкамен сызған бойынша тігім машинаны жүргіземіз. Енді осыны айналдыра тігіп шығамыз. Келесі қызылға қарама-қарсы жасылды қоямыз. Осылай беттестіре отырып тігеміз. Енді мына жасыл бойынша тігіп бастаймыз. Ол үшін мына жасылға жасыл лентаны қойып тігеміз. Екінші қызыл лентамыздан бастаймыз. Енді тағы да жасыл лентаны қойып шығамыз. Келесі бізде қызылды тігеміз. Міне біз бір қатар айналдыра тігіп шықтық. Бізде соңғы лентамыз қызыл лента болды. Дәл сол қызыл лентаны жалғастырып тігеміз.
Енді біз мына жасыл лентаға келесі жасылды қосып тігеміз. Енді мына қызылды жалғаймыз. Дәл осылай. Соңғы лента бізде жасыл болады. Енді шетін айналдыра тігіп шығамыз. Құрағымыз дайын болды. Енді артық жерін алып тастаймыз. Біздің құрағымыз осындай болып шықты. Өлшемі 12-де 12. Тігіп көріңіздер. Видеоларым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.